Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Арданайтин каналы. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай пайетка мен косынка тоқып үйренетін боламыз. Менің видеоларым ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Міне осындай басқа тағатын шағын косынка тоқып үйренетін боламыз. Осындай пайетка мен жылтыр әдемі. Мен қазір бұның өлшемін айтайын сіздерге. Биіктігі менде 34 сантиметр почти. Бүйтіп созылады. Биіктігі міне 33-34 сантиметр. Былай қарай. Почти 80 сантиметр. Пайетканың құр өзінен тоқимын. Былай міне ашыла береді. 39 қатар менде мына жерде. Ол үшін бізге осындай. Мен осындай түрін алдым. Пайетканың негізі түрі көп. Мынау китайский ойдым, өйткені мына жерде жазылуының бәрі қытайша мәтіптің. Мынандай. 50 грамм, метражы ондай ештеңкесі жазылмаған. Сырты осындай. Өзі міне мынандай. Мен осы бір мотоктан 2 косынка шығардым. Мынау менде 39 қатар тоқыдым. Ал келесі екінші косынка менде 37 қатар. Мына жақтарын мен басқа жіппен обвязка жасап шықтым. Негізі обвязка жасамасаңыздар да болады. Мына жақтан мен 39 қатардан ешқандай обвязкасыз тоқығым келіп тұр. Прям жылтырап әдемі тұр. Одан кейін крючок номер 2-ні қолдандым мен. Ал ендеше бастайық. Ең бірінші басындағына пайеткаларды 2-3 пайетканы алып тастайық. Өйткені қазір бірінші петляға бүйтіп не істесеңіз алынады. Болмаса туранындай пайетканың түбімен бүйтіп ұстап тұрып, қайшымен кесіп тастасаңыз, екіге бөлінеді, осылай алып тастауға болады. Бірінші түйін жасаған кезде, воздушная петля жасаған кезде, пайетка кедергі болады. Сол үшін өстіп кішкене басындағы бір пайеткаларды алып тастаймын. 1-2 пайеткан. Одан кейін өзімізге ыңғайлы тәсілмен бір воздушная петля жасаймыз. Бір воздушная петля жасап алдым. Ары қарай 9 воздушная петля көтерем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді крючокқа накетілемді. Ең бірінші петляға мына жерге столбик с накидом тоқим. Бір столбик с накидом. Бұл бізде бірінші қатарымыз міне осындай болып шықты. Екінші қатарға көтерілу үшін 8 воздушная петля көтеремін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кері қарай айналдырып, тураны ортасына, мына жерге осылайынан алам мен ортасынан. Столбик без накида. Одан кейін 5 воздушный. 1, 2, 3, 4, 5. Одан кейін крючокқа накетілемді. Тура осы жерден тағы да мынаның ішінен, негізі петляға жасаса да болады. 3 петля. 1, 2, үшіншісіне бұлайынан жасаса болады. Бірақ мен осы петляның бұлайынан жасай салам. Столбик с накидом. Бұл бізде екінші қатарымыз. Осындай екінші қатарда екі нандай ячейка дейміз ба, қалай айтайық, сондай болады. 2 арка деп берекші, 2 аркамыз болады. Бірінші қатарда 1 арка, екінші қатарда 2 болды. Қайтадан үшінші қатар бастау үшін 8 воздушный көтереміз. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
кері қарай айналдырамыз да мына бірінші аркаға мына жерге столбик без накида тоқимыз. Одан кейін 5 воздушный 1 2 3 4 5. Келесі аркаға міне мына жерге тағы да столбик без накида. Одан кейін тағы да 5 воздушный 1 2 3 4 5. Крючокқа накид ілемін де тура осы жерге тағы да столбик с накидом тоқимын. Бұл бізде үшінші қатарымыз. Міне 3 арка болды үшінші қатарда. Ар қарай қатарды бастаған кезде әр қатар сайын 8 воздушный көтереміз. 1 2 3 4 5 6 7 8. Кері қарай айналдырамыз. Бірінші аркаға столбик без накида. Одан кейін 5 воздушный 1 2 3 4 5. Келесі екінші аркаға столбик без накида. Тағы да 5 воздушный 1 2 3 4 5. Келесі аркаға столбик без накида. Қайтадан 5 воздушный 1 2 3 4 5. Крючокқа накидлемізде жаңағы үшінші аркамызға ең соңғы аркаға жерге тоқыдық қой, столбик без накида. Тура сол жерге қайтадан ортасында өткіземізде осылай столбик с накидом. Қатар аяқталған кезде әрдайым столбик с накидоммен аяқтаймыз. 5 воздушный, одан кейін столбик с накидом. Бұл бізде төртінші қатар. Міне 4 арка болды. 1 2 3 4. Әр қатарда осылай аркамыз қосыла береді. 5-ші қатар 8 воздушный 1 2 3 4 5. Бұл 8 воздушныйдың 3-еуі столбик с накидом болса, 5-еуі аркамыз болып саналады. Кері қарай айналдырамыз да, міне бірінші аркаға столбик без накида. Одан кейін әдеттегідей 5 воздушный 2 3 4 5. Келесі аркаға столбик без накида. Одан кейін тағы да 1 2 3 4 5 воздушный. Келесі аркаға столбик без накида. Міне бізде ең соңғы арка қалды. Оған 5 воздушный 1 2 3 4 5. Столбик без накида. Қайтадан 5 воздушный 1 2 3 4 5. Крючокқа накидлемізде тура осы аркаға қайтадан столбик с накидом. Міне 5-ші қатарда бізде 5 арка болды. Міне 1 2 3 4 5. Осылай ар қарай өзіңізге керекті размерде, керекті қатарда тоқи бересіздер. Мен 39 қатар тоқимын. Қатарды былайынан санаймын. Мынандай шетінен 1 2 3 4 5 деген сияқты. Тағы бір қатар көрсетіп жіберейін. Ең бірінші 8 воздушный көтереміз. Әрдайым 3 4 5 6 7 8. Одан кейін накид іліп, кері қарай айналдырып, бірінші аркамызға столбик без накида. Одан 5 воздушный 2 3 4 5. Келесі аркаға столбик без накида. Қайтадан 5 воздушный 1 2 3 4 5. Келесі аркаға столбик без накида. 1 2 3 4 5. Келесі аркаға столбик без накида. 1 2 3 4 5. Келесі аркаға столбик без накида. Мынау бізде ең соңғы арка. Одан кейін столбик без накидайдан кейін тағы да 5 воздушный көтереміз. 3 4 5. Одан кейін крючокқа накиділіп, тура осы жерге столбик с накидом. Ең соңғы қатар бізде столбик с накидоммен аяқталады. Міне 6-ші қатарда 6 арка болды. Міне 1 2 3 4 5 6. Осылай ары қарай жалғастыра береміз. Мынандай
Обвязка жасасаңыздар да болады. Мен мына жерде столбик без накида мен тоқып шықтым. Обвязка жасамасаңыздар да болады. Мен мынау неде обвязка жасамаймын. Осылай қалдырам. Осылай 39 қатары тоқимын. Бұл жерде бізде ешқандай бау тоқылмайды, ұзын бау тоқылмайды. Тек қана осылай не қалады. 39 ряд тоқисыз. Осылайынан байланады. 1-2 байланады мына жер. Осылайынан байланады. Болды. Жылтырап прям әдемі көрінеді. Егер обвязка жасайым десеңіздер, мен мына жерге мынандай үшбұрышынан, мына жақ қой, міне былайынан. Осынандай әр несіне, әр қатарына 3 столбик без накидамен тоқыдым. Ал мына жақтағарға 5 столбик без накида тоқыдым. Әр неге ячейкаға. Осылай обвязка жасасаңыздар болады. Обвязка жасамай қойсаңыздар да болады, өз еркілеріңіз. Осындай косынка шығады. Мен видеоларым ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.